Күнгәл болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызға Жанбол Рахматулла. Бүгін Түркістан қаласынамыз. 11 маусым, сағат 10:45. Қазір өздеріңіз байқағандай, Түркістан жарық тазалық жауап беретін жауапкершілік шектеулі серіктестікте мына паспортта қазір қате тұр. Бұл толыққанды жауапкершілік шектеулі серіктестік болғанымен әкімдікке қатысы бар. Сол әкімдікке қатысы бар, мемлекетке қатысы бар болғаннан кейін паспортын дұрыстап қою керек деп есептеймін. Мұнда келіп тұрған себебіміз 26 мамыр күні жазылған арыз 17 маусымға дейін қаралымы дейді. Бүгін 11 маусым. Қазір мына жерде Түркістан тазалық жарық жауапты болғаннан кейін мәселенің мән-жайы не болып жатыр, қалай жылжып жатсыздар деп келіп тұрсам, басшылары жаңағы емханада ма бір демалыста, ал орынбасар міндетін атқарушы жиналыста деді. Білеміз, біздің мекемелердің жиналыстары бітпейтін, қандай жиналыс екенін де білеміз. Мерзімдері бар болғаннан кейін қазір қатты қудаламай қайтайын деп тұрмыз. Мәселені өздері мән-жайын шешіп, оңынан шешер деген үміттеміз. Мәселе мұнда жазылып тұр. Көшенің атаулары жазылатын белгілерді қою керек тапсырыс берген болатын. Түркістан қаласының әкімдігі Тұрашбековтің кезінде 2024 жыл, қазір 2026 жыл болды. Кентаулық мердігер алған болатын. Кентаулық мердігер барлық жұмысын атқарып қойған. Сосын аквапылненных работ дейді, жасалған істердің құжаттарын жіберіп, мына заттарыңды алып кетіңдер, бізге ақша аударыңдар десе, жаңағы тапсырыс беруші әкімдікке қарасты мекеме жоқ болып кетіпті. Содан енді жоқ болып кеткеннен кейін адамдарда білеміз ғой, заңдық сауатсыздық дейді, юридическая безграмотность болғаннан кейін жүре берген. Сол бір күні маған айтқаннан кейін осы мәселеге кірісіп, жерлестер ғой деп, адамның еңбегі ғой, адал еңбегі деп кірісіп тұрмыз енді. Мәселен толыққанды Тұрашбековтың қатысы бар, Кентау қаласына келген судың басшысының қатысы бар, премьер-министрдің жаңа вицесі болған, замы болған кім? Нұрлыбек, соның да қатысы бар дегенде інісі қазір Түркістан қаласының әкімі болып тұр ғой, Әзімбек. Толыққанды жақында мәселені бізге е-өтініштен жауап берсін. Мердігер е-өтініш арқылы Әзімбек Пазылбекұлына жазылған екен, сізбен жеке кездесіп мәселені айтайыншы деп, бірақ Әзімбек Пазылбекұлы қабылдамай тұрып, мәселелерді жауапты мекемелерге жіберіп жүріпті. Солар жауап берсін, сосын қабылдаймын деді ма, әлде мүлдем қабылдағысы келмеді ма, түсінбедім әлі, бірақ уақыттары бар. Сол уақыттар өткеннен кейін қандай нәтиже болғаннан сіздерге хабардар етемін. Байланыстамыз. Жанбол Рахматулла.